Қайырлы кеш достар, сіздермен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен риск менеджмент жайлы сабақ өтетін боламыз. Жалпы риск менеджмент дегеніміз не? Біз неге оны қолдануымыз керекпіз және де оны қалай есептей аламыз? Алғашқысында риск менеджмент дегеніміз не? Риск менеджмент дегеніміз сіздің финансовый нарықтың ішінде анализ жасаған кезде оценка беру арқылы осы жасалып жатқан сделкаға берілетін рисктің пайызы. Яғни ол 1% болуы мүмкін, 2%, 5%, ал көбінесе ритейл трейдерлер, новичоктар 50%, яғни депозиттің жартысымен немесе целиком депозитпен позицияға кіріп кетуі мүмкін. Әрине, потом оларға эмоционально қиын болады. Именно поэтому бізге бірінші очередь эмоционально қиын болмау үшін, долгосрочно бізге прибыль әкелу үшін, және де в целом торговля жасай алу үшін, өйткені 100%-дық риск ол брейк стоп-лосс тасаңыз, агрессивный стоп-лосс тасаңыз, стоп-лосс болмайды, скорее всего, сіз әрине депозитінен айырыласыз. Яғни, давайте алғашқысында мен сіздерге көрсетейін. Риск на сделку қалай болатын. Допустим, сізде начальный депозит ол $10,000 болса. Соответственно, риск 1%-дан 100%-ға дейін шкала көрсетілген болады. Сол жақ столбикте біз 1-ден 15-ке дейін, значит, количество убыточных сделок стандарты бойынша жазылған. Егер де біз әрине 100%-бен рисковать ететін болсақ, яғни торговля без стоп-лосса, біз бірінші сделкада уже барлық депозиттағы суммадан айырыла аламыз. 50% риск болса, біз уже үшінші сделкадан кейін бізде суммамызда 6% қалады. 100%-дан 6%-ымыз қалатын болады. Яғни $10,000-дан $625 ғана қалады. Соответственно, көріп тұрғандарыңыздай, ең оптимальный бұл бізде риск 1%. Бірақ та егер сіз дәл қазір үйреніп торговля жасап жатсаңыздар, в таком случае сіздерге советую рискті снизить до 0,5. То есть 1%-ның жартысынан 0,5%-ға сіздерді советую рискті азайтуға. Неге азайту керек? Қараңыздар. Әсіресе новичоктар торговля жасап жүрген кезде алғашқысында олар рисктен қатты зависим болады. Эмоциядан қатты зависим болады. Әрине, олар риск менеджментті дұрыс қолданбағандықтан олар үлкен рискті байқамай алып қалуы мүмкін. Соответственно, шкалада, яғни Binance'та немесе Bybit немесе қалаған өз биржаларында минусовой сумманы көріп тұрған кезде олар қорққаннан позицияны ерте жауып жіберуі мүмкін, немесе жасыл болып прибыльді көріп тұрған кезде take profitке жетпей жатып лимитный ордерге позицияны ертерек жауып тастауға ықтимал. Именно поэтому, чтобы системно торговля жасау арқылы біз результатқа жете аламыз. Соответственно, біз системамен торговать етуіміз керекпіз, ал ол үшін бізге зафиксированный процент риска, особенно для новичков керек. Әрине, кейін опытыңыз жақсы болғаннан кейін сіз уже оптимально өзіңіздің рискпен управлять ете аласыз, яғни басқара аласыз. Көріп тұрғандарыңыздай, количество убыточных сделок 15 рет подряд стоп-лосс тасаңыз, сізде все равно 86%, яғни $8,600 счетыңызда қалады. Яғни $10,000-ның 1% рискі ол всего $100. Енді соотношение риска и прибыли бар. Соотношение риска и прибыли бізде кем дегенде 3 санына тең болу керек. Ол қалай? Енді сіздерге былай айтайын, то что трейдинг вьюдің ішінде бізде инструменттер бар, яғни даже калькулятор деп атасақ болады оларда. Олар бізге барлық сандар мен объемдарды есептеп береді как раз таки. Басқа адамдар риск менеджментті прям қатты қиындатып жіберген. Мен сіздерге қазір ең оңай түрін көрсетемін, және де тегін көрсетемін. Обязательно ұғып алыңыздар. Қараңыздар. Трейдинг вьюда бізде сол жақ колонкаде инструменттер бар. Инструменттердің ішінде мына жерде длинная позиция және де короткая позиция деген инструменттерді ашыңыздар. Длинная позиция және де короткая позиция. Яғни long және де short. Қараңыздар енді. Пока что мен short позициясын өшіре салайын инструментін.
соотношение риска и прибыли неге бізде 3-ке тең болу керек кем дегенде. Соотношение риска и прибыли біз мына жерден көре аламыз. 3 почти ровно 3 болып тұр. Соответственно, бітейік. Қараңыздар. Мына квадрат, мен цветін өзгерте салайын. Так, фиолетовый болса. Мына квадрат бізде ровно 1%-ды құрап тұр. Есімізге түсірейік, біз 1%-бен рисковать етіп жатырмыз сделкаларда. Фиксированный 1% риск жасаймыз. Енді қараңыздар. 1% бұл біздің стоп-лоссымыз, яғни біз стоп-лосспен жабылсақ 1%-дан айырыламыз. Ал take profit бізде соотношение риска и прибыли бойынша 3-ке тең болу керек. Яғни біздің take profit'ымыз ровно 3% алып келу керек. Енді мен осы квадраттарда кішкене қисық-қисық болса да, главное мен сіздерге көрсетейін то, что ровно 3% алып келіп тұрған. Максимально оңай сіздерге қазір көрсетіп тұрмын. Яғни мына диапазон бізде 3%-ға тең, яғни осы жасыл куб, мына қызыл кубтан тіктөртбұрыштен 3 есе үлкен, ровно 3 есе үлкен. Соотношение риска и прибыли дәл осылай біз анықтай аламыз. Кем дегенде 3-ті қолданамыз. Және де сіздерге ақпарат ретінде, яғни біз 1%-ды жоғалтсақ, 3% пайда көреміз. Яғни біз даже егерде 3 сделканы подряд стоп-лосс ұстасақ, яғни біз 3%-дан айырылдық, бірақ та 4-ші сделка бізде take profit-пен жабылса, до этого 3 убыточных позиция бізде перекрываются, то есть сіз қазір в точке без убыточности. Сложно процентен, если не учитывать. В целом даже егерде соотношение риска и прибыли 4-ші сделкада сіз 1/4 қып ұстасаңыз, take profit-пен жабылса, сіз тіпті 1% артығымен пайда көресіз, учитывая все предыдущие убытки, стоп-лоссы. Вот. Дәл осылай сіздерге керісінше уже шартовый сделкада, яғни бізде дәл сол картина тек қана керісінше. Енді біз жалпы қалай анықтай аламыз? Қай жерде бізде точка входа, қай жерде бізде стоп-лосс, қай жерде бізде take profit сандары орналасқан? Әрине, біз олардың барлығын екі способ арқылы анықтай аламыз. Алғашқысында көріп тұрғандарыңыздай, допустим, бізде мына жерде какой-то бір история болды деп айтайық. Мына жерде сіз позицияға кірдіңіздер. Осылай сыза салайын. Қараңыздар. Мына жерде позицияға кірдік деп есептейік, допустим, стоп-лоссты мынаның артына қойдық. Take profit мына жерде. Енді сандарымыз бізде қай жерде орналасқан? Қай жерге біз take profit-пен жапқымыз келді? Мен, допустим, take profit-та осы хайдың снятиесіне қойғым келді дейік. Стоп-лоссты мына лоудың маңызды минимумын артына қойғым келді. Соотношение риска и прибыли кішкене ғана түсті, но ничего страшного. Қараңыздар. Енді бұның санын оңай анықтаудың екі түрі бар, ол бізде оң жақ колоннада сандарымыз көріп жазылып тұр. Яғни менің точка входам осы ортаңғы сызық, ол 13.537, стоп-лоссым 12.162, мұны көріп тұрғандарыңыздай қызылмен жазылып тұр. Және де take profit'ым 17.565. Түсіндік. Далі біз екі рет осы инструментке бассақ, осы инструменттің бізде настройкасы ашылады. Немесе бір рет басқан соң бізде осы инструменттің настройкалары шығады. Цветін өзгертсек болады, и настройка как раз таки наш шестеренкаға бассаңызда кіре аласыздар. Размер счета деген жерге біз депозитіміздегі жатқан сумманы жазуымыз керекпіз. Яғни сізде депозитіңізде $5655 жатса, осы жерге дәл осы сумманы сіз жазу керексіз. Кешірім сұраймын. Далі риск 1%. Яғни біздің қазір осы сделкаға 1%-ға рисковать еткіміз келіп тұр. Дұрыс па? Иә. 2% рискті сіздерге пока вообще не советую использовать. Это максимально 2% жасаңыздар, бірақ одан ешқашан асырмауға тырысыңыздар. Вообще не используйте выше, потому что это рискованно. Далее
бізде риск 1%, фиксированный деп есептей берейік. Открытие позиции біздің яғни точка входа 13537. Мына санға қарайық. Ол мынау ортаңғы сызығымыз біз. Осы жерде позицияға кірдік. Уровень прибыли 17565, ол мына жерде тұрған сан. 12162 біздің стоп лоссымыз, мына стоп уровень и цена 12162. Тики дегенге мән бермей қойыңыздар вообще. И в принципе все. Осы жерде біз барлығын бітірдік, жазып шықтық. Далее линк USDT бізде ашылып тұр, яғни линк альткоинда біз қалай позицияға кіре аламыз. Қараңыздар, бізде осы инструментте басқан кезде мына жерде бізде количество деп жазылып тұр. Колво 72-де 7. Именно осындай суммаға біз Binance'тың ішінде өзіміздің биржамызда ровно 72-де 7 линк, именно линкке, USDT-ға емес, долларға емес, именно линкке біз позиция ашуымыз керекпіз. Оны как раз таки біз мына жерде сіздерге көрсетейін. Қараңыздар. Binance'тың ішінде мына жерде биткоинның парасы ашылып тұрған, поэтому BTC деп тұр. Егер де сіз линк парасын ашқан кезде сізде USDT и линк деген функция болады. Әрине телефонда да и сайтта да через компьютер дәл осындай бізде функция болады. Соответственно, мына жерде біз линк таңдаймыз, өйткені бізде мына жерде линк тұр. 72-де 7 санын осы жерге жазамыз. И бізге егерде біз осындай позицияға кіре алатын болсақ, соответственно, біз бұл жерге кіреміз. Все. Қарапайым ақпарат максимально осымен бітті. Далее, енді Форексте қалай болады? Давайте Форекс ашып жіберейік. Такс. Допустим, Форексте менде мына жақта бір сделка болған. Вот. Мына жерде менде Форексте осындай сделка болған. 27 декабря ашқан, вторник күні. Как раз таки қараңыздар, менде соотношение риски прибыли 3. Стоп уровень мына хайдың артында. Имбаланстың почти заполнениесіне кірдім. Тек имбаланстың жабылуына. Соответственно, және де дополнительный фактор, ол мына максимумдармен біз уже жұмыс істеп қойдық. Яғни сбор ликвидности осы диапазонда бізде уже болған болатын. То есть несколько факторов болды. Мен барлық сызықтарды сыза бермеймін, потому что мен уже көзбен көріп тұрмын. Қай жерде бізде хайлар сниматься етілді, қай жерде ликвидность бар, қалай жұмыс істеу керек екенін мен уже көзімен автоматом көріп тұрмын. Поэтому кейбір моменттерді сіздер біле отырып қарамай қалу мүмкінсіздер. Бірақ та мен өзім бұл моменттің барлығын түсініп отырмын. Далее айта берейік, жалғастырайық. Мына жерде бізде соотношение риски прибыли 3-ке тең. И енді қараңыздар. Мына жерде бізде стоп-лосстың уровенінде 9-да 6 деп тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бұл бізде пипсы есептелінеді. Яғни осы біз егерде соответственно өзгертіп жатсақ стоп-лосстың расстояниесін, соответственно бізде и пипсы да, и объем да өзгере береді. Форексте біз объемға ешнәрсе жазбаймыз, ешті қарамаймыз. Біз бұны отдельный сайттарда қолданамыз, калькуляторда. Яғни евро-доллар парасы ашылып тұр менде. 9-да 6 как раз таки менде пипсы стоп-лосстікі. И как раз таки MyFXBook деген сайтта мен мына жерге пара евро-доллар. Мен как раз таки Форексте доллар счеты тұр. Размер счета менде 10 000 доллар. Коэффициент риска 1, стоп-лосс бізде 9-да 6 пипс. Дұрыс па? Дұрыс. Енді бұл жерде бізде 100-167 бұл юнит, яғни 1-04 лотқа позицияға кіреміз. 1-04 лотқа біз как раз таки өзіміздің метатрейдерімізде именно осындай объемға позиция ашамыз. В целом сіздерге барлық ақпарат жетті деген ойдамын. Поэтому егер де сұрақтар туындап жатса, маған комментарийге жаза кетіңіздер. Және де менде телеграм каналым бар, Елбасы деген, сол жерде сіздер
Полезный ақпараттарды ала аласыздар, полезный материалдар ала аласыздар. Ол жерде и приватный материалдар басқа тілдерден болса да, ол өте ценный информациялар сол жақта бөлісіп отырамын. Рынок жайлы ақпараттар беріп отырамын, және де полезный статьяларды жазып отырамын. Поэтому телеграм-каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса, маған комментарийге жазсаңыздар болады.